онлайн лайф. Онлайн лайф байқауы. Қазіргі уақытта Қазақстанда жаңа ақпараттық технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және компьютерлік желі арқылы жаңа әдістерді пайдалану дамып келеді. Желі бойынша таратылып отырған қызметтердің жаңа түрлерінің пайда болуы соңғы кездегі тәжірибелер растап отыр. Сондай сұранысқа ие мамандықтардың бірі SMM менеджері. Осыған орай Түркістан облыстық мәдениет басқармасының мәдениет және өнер мекемелерінің бәсекеге қабілеттілігін анықтау, олардың әлеуметтік желілердегі белсенділігін арттыру. Атқарылып жатқан іс-шараларды кең көлемде насихаттау мақсатында үстіміздегі жылдың 5 қазан, 1 қараша аралығында облыстық SMM мамандарына арналған онлайн лайф байқауы болып өтті. 4 аптаға созылған онлайн байқауға облыстық мәдениет және өнер мекемелері мен аудан қалалардағы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдерінің әлеуметтік желідегі ресми парақшаларын жүргізуші 24 маман бақ сынасты. 5 қазанда алғашқы хэштегпен пост жарияланып, 24 қатысушы бәйгеге қосылды. 5 күнгі жұмыстан соң апта сайынғы жұмысты эксперттер тексеріп, сын ескертпелер айтылды. Онлайн лайф байқауының қазылар алқасы құрамымен таныс болыңыздар. Көлбай Гүлнұр Сәбетханқызы, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі. Облыстық мәдениет басқармасы мәдениет және өнер бөлімінің басшысы. Қазылар алқасының төрайымы. Базилханова Ажар Аманжолқызы, копирайтер, маркетолог, қазылар алқасының мүшесі. Қарбек қызы Гүлжас, SMM маманы, эксперт, қазылар алқасының мүшесі. Алғашқы аптада бірнеше маман қауіпті аймақта болғанмен, жалпыға қайта мүмкіндік берілді. Тек бір қатысушы мүлдем бастамаған соң тізімнен шығарылды. Келесі апта байқау шарттарына сай келмеген 8 қатысушы шеттелді. Қатаң сыннан соң 15 үміткер тартысты. Байқаудың Instagram парақшасының соңғы эфирінде 5 үміткер шығарылып, 10 адам соңғы аптаға жолдама алды. Байқаудың соңғы айналымына жолдама алған үміткерлер: Кадирова Малика, Кентау қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі. Кентау менің сүйікті қалам. Менің басты мақсатым туған жерімнің мәдени дамуына айрықша үлес қосу. Мәдениет рухани байлық мекені. Мәдениетім мерейім. Көбеева Аяулым, Пушкин атындағы Түркістан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы. Мен әмбебап кітапханашымын. Бәсекелестікке әрқашан дайынмын. Басқаларды үйрете жүріп, өзіміз үйренеміз. Әрқашан ең қиын жолға түсіңіз. Ол жолда бәсекелестеріңізді жолықтырмайсыз. Шораева Бағила, Сейтметов атындағы Түркістан қаласының сазды драма театры. Мәдениет майданындағы сүбелі ісіміздің бірі театр. Театр сымбатты өнердің ішіндегі ең зор өнердің бірі. Қазіргі таңда театрдың шығармашылық еңбегін заманға сай әлеуметтік желілерді насихаттау ол менің тікелей міндетім. Әбдіжаппар Жанболат, Руханият Әбу-Насыр Әл-Фараби музейі. Музей рухани құндылықтар ордасы. Ұрпақтан ұрпаққа сақталып келе жатқан ата-баба мұрасы. Музейлік құндылықтарды қазіргі заман технологиясын пайдалана отырып, әлеуметтік желілер арқылы көпшілікке қолжетімді ету, насихаттау менің басты мақсат. Бертаев Бейбет, Түркістан облыстық бейнелеу өнері музейі. Суретші көргенін емес, сезінгенін жазады. Бейнелеу өнері музейінің құндылықтарын сақтау, зерттеу, қазіргі ақпараттық желілер арқылы насихаттау басты мақсатым. Сөз түсініксіз болса, суретке мән беремін. Дана Сейдраманова, Сарыағаш ауданы, мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі. Ақпарат ағыны тым көп. Біздің дәуірде ауданымыздың мәдени, танымдық, ағартушылық, спорттық жарыстар мен жеңістер жайлы сапалы медиа өнім ұсыну біздің мақсат. Али Акбаров Мейіржан, Түркістан облыстық мәдениет және халық шығармашылық орталығы. Шығармашылық шыңдалу, рухани даму. Халық шығармашылығын қазіргі жаңартылған технологиялар көмегімен насихаттау менің тікелей міндетім. Талпыныс тәжі табандылық.
Шаметова Турсунай. Оңтүстік фильм. Ақпараттық технологиялар заманында кәсіби даму үздіксіз ізденісті талап етеді. Мен әріптестермен бірге мекеме жұмысын әлеуметтік желі арқылы насихаттауды мақсат еттім. Өйткені бұл уақыт талабы. Саламов Абдували. Мақтарал мәдениет үйі. Мәдениеттің рахатын сезіне алған адамға артық байлық керек емес. Қазіргі заманда әлеуметтік желі ақпарат тарататын үлкен ресурс. Жұмысымның жасаған еңбегін елге таныту менің тікелей міндетім. Оралбек Нұрбибі. Түлкібас ауданы мәдениет және тілдерді дамыту жөніндегі бөлімі. Қоғамды ақпараттандыру экономиканың, ғылымның, мәдениеттің дамуының негізгі шарттарының бірі. Мен әріптестеріммен бірге әлеуметтік желілерді пайдалана отырып, мәдениет саласын дамытуды мақсат еттім. Қайырлы күн, құрметті байқау қатысушылары және әлеуметтік желі қолданушылары. Түркістан облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен өткен онлайн лайф байқауы өз мәресіне жетті. Біз бір ай бойы мәдениет және өнер мекемелерінің аудан және қалалардағы СМ мамандарының жұмысын жіті бақылап, біраз жайға куә болдық. Бұл байқау бірінші рет ұйымдастырылып отырғандықтан біраз кедергілерге де тап болдық. Көбіңіз екінші аптаның соңына дейін әлеуметтік желі алгоритмі деген ұғыммен ғана таныс болдыңыздар. Байқасаңыздар, қазіргі кезде барлық шаралар онлайнға ауысқандықтан СМ мамандарына сұраныс күрт артты. Осы жағдайда уақытты босқа өткізбей, мәселенің шешімін дер кезінде қолға алған байқау ұйымдастырушыларына алғысымды білдіремін. Әлеуметтік желідегі эксперт маман ретінде мен әрқайсыларыңыздың жұмыстарыңызды жіті бақылап, саралап, әр аптаның соңында өз қорытындымды беріп отырдым. Байқауға қатысқан 23 қатысушы көз алдымызда дамып өсті. Ал кейбіріңіз байқау қағидаларына сәйкес шеттетіліп отырдыңыздар. Жалпы менің бұл сайыстан түйгенім мәдениет және өнер мекемелерінің арасындағы бәсекеге қабілеттілікті әлі де арттыру қажет. Сіздер осы бір ай бойы алған білімдеріңізбен тоқтап қалмай, ары қарайда дамиды деген сенімдемін. Қатысушылардың барлығына сәттілік тілеймін. Түркістан облысы мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен алғаш рет онлайн лайф байқауы ұйымдастырылды. Бір ай бойы 3 эксперт біз тынбай, жарғақ құлағымыз жастыққа тимей жұмыс жасадық. Әлеуметтік желіде бар болу бөлек, ал оны сауатты жүргізу өте маңызды. СМ дегеніміз сіздің офлайндағы жұмыс жоспарыңыздың әлеуметтік желілердің алгоритміне сәйкес икемделуі, яғни контенттің сауатты берілуі десек болады. Соңғы жылдары СМ маманына сұраныс күрт артты. СМ маманы деген кім? Ең алдымен осыған тоқталайықшы. Ең алдымен мәтінмен жұмыс жасай алуы керек. Сауатты жаза алуы керек. Интернеттегі контенттің ерекшеліктерін білуі керек. Екіншіден, сараптамалық қабілеті болуы керек. Экономикалық, статистикалық есеп-қисапты білгені жөн. Және де білу керек нәрсесі ол жарнама мен маркетинг. Яғни тұтынушылардың психологиясын алдын ала сезіп, аудиторияны ойната білу қабілетіне ие болуы керек. Және де соңғы трендтер мен технологияны білгені өзіне абзал. Ең соңғы талап етілетін дүние шығармашыл, креатившіл тұлға болғаны өте маңызды. СМ жүргізу ол бір күннің немесе бір айдың шаруасы емес, кемінде 6 ай, 1 жыл стратегиясы жасалады. Байқау барысында СМ мамандар өсіп шықты, ресми парақшалар барлық жағынан сауатты жұмыс жасады, өз потенциалдарын көрсетті, қаншалықты өздері әрі қарай жұмыс жасау керек екенін түсінді ғой деп ойлаймын. Яғни бұл әрине бір айда жасай қоятын дүние емес, кемінде тағы да сөзімді қайталап айтам, 6 айға, 1 жылға стратегия құрып алғаны дұрыс, сонда ғана әлеуметтік желідегі медиа маркетингтің стратегиясы дұрыс қалыптасады ғой деген сенімдемін.
Жалпы республика көлемінде ресми парақшалар өте сауатсыз жүргізіліп жатады. Ол үшін әрине ұялуымыз керек. Басқа облыстарды да мен эксперт маман ретінде бақылап, зерттеп жүремін. Әрине Түркістан облысы мәдениет басқармасының ресми парақшалары бұл ретте сауатты жүргізіліп жатыр деп толық мақтанып айтуға болады. Осы ретте өз тарапымнан маман ретінде байқау ұйымдастырушыларына және де байқауға қатысушы ресми парақшалардың өкілдеріне тек қана алғыс айтам. Алдағы уақытта сіздердің парақшаларыңызды мен бақылауды жалғастырамын. Ары қарай да дамып, өсіп, өркендегендеріңізді қалаймын, алда болғандарыңызды қалаймын. Келешекте көптеген жұмыстарды жасайсыздар ғой деген әлі де зор үмітім бар. Армысыздар, құрметті онлайн лайв байқауының қатысушылары. Біз өздеріңізбен бірге бір ай бойы шығармашылық байланыста болдық. Сіздердің мемлекеттік мекеменің атынан ашып қатысып отырған парақшаларыңызды зерттедік, зерделедік. Онлайн лайв байқауы Түркістан облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен мәдениет және өнер мекемелерінің арасындағы және аудан қалалардағы мәдениет бөлімдерінің SMM мамандарына арналған байқау өз мәресіне жетті. Бүгін міне біз сіздерге қорытындысын жариялау үшін арнайы түсірілім жасап отырмыз. Сонымен бұл байқау бізге не берді? Біріншіден, біз осы байқау арқылы біздің Түркістан облысындағы мәдениет саласының қаншалықты дамуда екендігін білдік. Өздерінің жұмысын қаншалықты насихаттай алады, өздерінің жасап отырған жұмысын басқаларға қаншалықты көрсете алады. Біздің ең алға қойған мақсатымыз да осы саланың дамуына үлес қосу болатын. Әрине, алғашқы уақытта көптеген қиындықтар болды. Өйткені бұған дейін онлайн жұмысқа үйренбеген, онлайн іс-шара өткізіп үйренбеген бізге өте қиын болды. Оны мойындау керек. Мен сіздермен бірге бір ай бойы 4 рет тікелей эфирға шықтым. Осы тікелей эфир барысында мен сіздерге жалпы әлеуметтік желінің алгоритмін, оның ішіндегі Инстаграмның алгоритмін барынша түсіндіруге тырыстым. Сіздердің дамуларыңызға өзімнің үлесімді қосқым келді. Әрине, нәтиже жоқ емес, бірақ қаншалықты. Өздеріңіз де іштеріңіз сезіп отыр. Кім қалай бастады және қалай аяқтады. Көз алдарыңызда 23 парақша бірге бәйгеге жіберілді. Әр апта сайын қысқарып қалып отырдыңыздар. Ал бүгін біз өзімізге берілген 8 жүлдені 10 үміткердің арасында бөліп бермекшіміз. Облыстық SMM мамандарына арналған онлайн лайв байқауының қорытындысын жариялаймыз. Сонымен бізде байқау қағидасына сәйкес 3 арнайы жүлде болған. Менен басқа эксперт мамандармен ақылдаса келе, ешкімнің көңілін қалдырғымыз келмей, ешкімнің сағын сындырғымыз келмей, осы арнайы жүлделерді 5-ке бөлуді ұйғардық. Сонымен арнайы жүлде егерлері кімдер, оны біз қазір сіздермен бірге білетін боламыз. Сонымен бүгінгі байқаудың арнайы жүлдесінің алғашқы иегері менің сүйікті театрым. Райымбек Сейтметов атындағы Түркістан сазды драма театры арнайы жүлдемен марапатталады. Келесі арнайы жүлде біздің бүкіл облыстың архивін бір бойына жинап отырған Оңтүстік фильм мекемесіне бұйырды. Сонымен қатар, байқаудың басынан бастап өте белсенді болып, өзінің жұмысын басқалардан жақсы қылып көрсеткен біздің Сарыағаш ауданы да арнайы жүлдені қанағат тұтатын болады. Келесі біздің арнайы жүлденің иегері біздің жалпы қалай айтсақ болады, ол мекеменің парақшасы да, бұл қатысушы да өте белсенді болды. Мүмкін мен оны тікелей эфирларда көптеп мақтап та қойған шығармын. Содан болу керек, өзін ары қарай дамытқысы келмей қалды. Немесе соңғы аптада ғана менің соңғы эфирда айтқан кемшіліктеріме, сындарыма қатысты ғана соңғы аптада ғана тыпырлаған. Ол біздің Кентау
мәдениет бөлімінің ресми парақшасы. Біздің Малика қатысып отыр. Арнайы жүлдеге ие болдыңыз. Сонымен бірге біздің Ақ Алтын Мақтаарал ауданы мәдениет бөлімінің парақшасы. Үміткеріміз Абдуали, сізге арнайы жүлде иегерісіз. Міне, өздеріңіз де біліп отырсыздар, енді бізге жүлделі орындарды жариялайтын сәт туды. Менің қолымда көріп тұрған онлайн лайф байқауына қатысушылардың 3-ші жүлделі орынды иеленген үміткерге арналған статуэтка. Қараңыздаршы, өте әдемі жасалған. Бұл жерде біз барынша әлеуметтік желілерді қамтуға тырыстық. Оның ішінде сіздер жақсы көретін Instagram бар, Facebook бар, Telegram бар және YouTube бар. Сіздерге ұнап тұр деп ойлаймын. Енді 3-ші орын иегері. Бізде 3-ші орынды кім иеленуі мүмкін? Әрине, мен сіздерден қазір сұрай алмаймын, өйткені оны сіздер білмейсіздер. 3-ші орынды кім иеленгенін мен өзім айтатын боламын. Осы байқаудың басынан бастап өте қатты жұмыс істеген, өте белсенділікпен жұмыс істеген, егер бір мекеме болса, ол Әл-Фараби атындағы Әл-Фарабидің руханият музейі. Жанболат бізге қатысты осы байқауға. Өздеріңіз білесіздер, әр тікелей эфирда Жанболаттың атына өте жақсы пікір айттым. Неге? Өйткені Жанболаттың артында тіреп тұрған командасы болған жоқ. Ол SMM маман ретінде өзінің қолынан келетіннің барлығын жасады және соның нәтижесінде SMM мамандарына арналған облыстық онлайн лайф байқауының 3-ші орнын иеленді. Жанболат, құттықтаймын. Өздеріңіз білесіздер, бізде 3-ші орын 2, ал оның 2-шісіне ие болған. Тура осылай. Байқаудың басынан бастап жан таласып, өзін дамытуға, өсіруге ұмтылған. Және бір ғана жұмысты алып жүрген жоқ, бір ғана байқауға қатысумен шектелген жоқ. Бізде Пушкин атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы. Яғни осы кітапхананың ресми парақшасын жүргізіп отырған Аяулым бүгінгі байқаудың 3-ші орын иегері атанып отыр. Аяулым, сізді де құттықтаймын. Өздеріңіз білесіздер, біз бұл қағиданы бекіткенде сіздерге тек қана статуэтка береміз деген жоқпыз әрине. Бұл байқаудың арнайы ақшалай жүлделері бар. Біз арнайы жүлделерге, мен жаңа басында айтып кеттім ғой, 50 мыңнан 3 үміткерге береміз дегенбіз, бірақ біз ойлана келе 30 мыңнан 5 үміткерге береміз деп шештік. Сондықтан арнайы жүлдені алған үміткерлер, сіздер ойлап қалмаңыздар, бізде еш нәрсе жоқ екен деп. Сізде 30 мың теңгеден ақшалай сыйлық бар. Ал 3-ші орынды жеңіп алған 2 үміткердің әр қайсына 70 мың теңгеден ақшалай сыйлық бөліп отыр бұл байқаудың ұйымдастырушылары. Енді кезек 2-ші орынға келіп жетті. Сонымен бізде 2-ші орын иегеріне кім лайық? Әрине, байқаудың басынан бастап осы байқауға бар жауапкершілікпен қараған, бар ынтасын салған, бар күш-жігерін салған және жалғыз өзі емес, ұжымымен бірге жұмыс жасаған бізде бір үміткер болды. Бұл әрине, ол парақшаға кіргенде көзім де қуанады, көңілім де қуанады. Неге? Өйткені ұжымдық жұмыс бәрібір басқалардан ерекшеленіп тұрады. Мен де басында айтқаным сол болатын. Бір-біріңізді қолдаңыздар, ұжыммен жұмыс жасаңыздар. Соның нәтижесін көрсеткен бізде Түлкібас аудандық мәдениет бөлімінің қатысушысы, үміткері Нұрбибі бүгінгі байқаудың жүлделі 2-ші орнын жеңіп алды. Және Нұрбибіде 100 мың теңге ақшалай сыйлық бар. Мен сізді құттықтаймын, игілігіңізге жарасын. Сонымен бізде ең қиын сәтке келіп жеттік. Менің қолымда 1-ші орын және бас жүлде. Және бізде 2 ақ үміткер қалды. Сіздер де біліп отырсыздар, оның біреуі 1-ші орынды, екіншісі бас жүлдені иеленгені анық. Сонымен ол кімдер?
бірінші орынды кім алды, бас жүлдені кім алды? Бізде де ең қиын, басқа қазылар алқасымен бірге қатты талқыға түскен, бір-бірімізбен тіпті келіспей де қалған сәттер осы 2 орынға келген кезде туды. Неге? Өйткені оңай емес. Бұл байқаудың негізгі мақсаты біздің мекемелердің жұмыстарын жаңғырту, барынша насихаттау болса, енді бұндай жүлделі орынға кім ие болу керек? Сонымен алдымен бірінші орынды жариялайын. Бұл қатысушы өзгелерден өзгеше, басқалардан басқаша. Неге? Өйткені өзінің мекемесінің функционалды міндеттемесін өте жақсы біледі. Тіпті жан-жақты. Осы бір айда жасаған контенттерін ойыңа кіріп шықпайтын контенттер жасалды. Фото, видео, әртүрлі. Және бізді қуанта алды. Бірақ бір ғана кемшілігі өзін дамытуды, оқытуды, өсіруді 1-2 аптаға кеш бастады. Неге екенін білмеймін. Мен әр тікелей эфирда ескертіп отырдым. Сіздің дамуыңыз керек, өсуіңіз керек, мына әлеуметтік желінің алгоритмін білуіңіз керек. Сонда сізден тіпті бомба нәрселер күтуге болады деп те айттым. Бірақ ілесіп кетті. Өзін дамытуды, қолға алды, өсірді. Сөйтіп бүгінгі байқаудың жүлделі бірінші орнына ие болды. Сонымен облыстық СММ мамандарына арналған онлайн лайв байқауында жүлделі бірінші орынды иеленген облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығының үміткері, бүгінгі байқаудың қатысушысы Мейіржан Әлиакбаров. Мен сізді құттықтаймын. Сіз бүгінгі байқауда бірінші орынды иелендіңіз. Сонымен ары қарай жұмбақтаудың керек жоқ, өйткені бізде бір ғана орын қалды. Сонымен бірінші орын иегері бізде 150 мың теңге ақшалай сыйлыққа ие болды. Енді бізде жасыратын еш нәрсе қалған жоқ, өйткені қалғаны жалғыз бір орын, бас жүлде. Сонымен бас жүлде иегері біздің облыстық бейнелеу өнері музейінің қызметкері, бүгінгі байқаудың қатысушысы, үміткері Бейбіт Бертаев. Өзінің креативті ойларымен, алғашқы күннен бастаған жауапкершілігімен осы істі қолға алғандағы абырой биігіне жеткіземін деген мақсатымен ол өз биігіне жетті. Бүгінгі СММ мамандарына арналған онлайн лайв байқауының бас жүлдесін иеленді. 200 мың теңге ақшалай сыйлық. Бейбіт, мен сізді құттықтаймын және барлығыңызға бүгінгі осы СММ мамандарына арналған онлайн лайв байқауының қатысушыларына тек қана сәттіліктер тілеймін. Мен сіздердің өскендеріңізді, дамығандарыңызды, оқығандарыңызды қалаймын. Оны жалғыз мен емес, барлығымыз қалаймыз. Сондықтан да осы байқаудың аяқталуымен сіздердің де парақшаларыңыз тоқтап қалмасын. Өздеріңіздің дамытуды қолға алыңыздар, ары қарай жалғастыра беріңіздер. Ал бүгінгі жүлде тек қана сіздерге игілік алып келсін. Алған жүлделеріңіз, ақшалай сыйлықтарыңыз тек қана өздеріңізді дамытуға жұмсалсын деген тәтті тілегім бар. Сонымен не айтам? Баршаңызға сәттілік. Біздің облыстық СММ мамандарына арналған онлайн лайв байқауы өз мәресіне жетті. Біз аяқтаймыз. Аман болыңыздар. Онлайн лайв.